құрметті көрермендер. Қазақ халқы әрқашанда өзінің тегін руын, жеті атасын тегіс жатқа білген. Қазақта жеті атасын білмеген жетесіз деген сөз бар. Сонымен қатар жақын рулар жеті атадан асқанша қыз алыспаған. Бұл дегеніміз бабаларымыздың тектілігімен қатар олардың ұрпақ болашағына деген құрметін көрсетеді. Қазақ халқындағы ең көп тараған рулардың бірі Дулат руы. Қазіргі кезде Дулат баба ұрпақтарының жалпы саны шамамен 1 миллионнан асады деген болжам бар. Бүгінгі видеоблогымыздың тақырыбы осы Дулат баба жайлы болмақ. Дулат баба кесенесі қазіргі Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Көкдөнен ауылдық округінің жерінде Батыс Қытай, Батыс Еуропа тас жолының бойында орналасқан. Осы кесенеге келіп, видео түсіру барысында ең алдымен Дулат баба рухына бағыштап, Құран бағыштадық. Бәйдібек бабамыздың үшінші әйелі Нұрила Домалақ анамыздан Тілеуберді Жарықшақ бабамыз өмірге келген екен. Жарықшақ атамыздан Албан, Суан, Дулат есімді 3 ұл тараған. Аңыз бойынша әкелері 3 ұлына еншілерін бөліп бергенде Дулатқа бір тай артық тиген екен. Осыған өкпелеген Суан шығысты бетке алып көше жөнелген екен. Үлкен ағалары Албан Суанды қайтармақ болып артынан ілесе көшіпті. Албан Суанды қайтармақ болып, Суан Жетісу өзендерінің бірінен өтіп бара жатқанда, Суан, артыңа бұрылып қарашы, Дулаттың үстінен нұр жауып тұр деген екен. Бірақ Суан атамыз артына бұрылып қарамастан қазіргі Жетісу облысындағы Жоңғар Алатаудың бөктеріне, Жаркент жеріне қоныс теуіпті. Ал үлкен ағалары Албан екі інісінің ортасына қазіргі Алматы облысының жерінде қоныстанған екен. Дулат бабамыз ер жеткенде әжесі Домалақ ана немересіне Қожа руынан шыққан өзінің жақын сіңілісі Бибі Фатима анамызды өзі таңдап алып беріп үйлендірген екен. Бибі Фатима анамыздан өмірге Сыйқым, Жаныс, Ботпай, Шымыр есімді 4 ұл өмірге келген. Аңыз бойынша Ботпай мен Шымыр егіз туылған. Ботпай өмірге бірінші болып келген екен. Ал Шымыр атамыз өмір есігін екінші болып ашқан екен. Осы Дулат бабамыздың 4 ұлы туралы тарихта бір аңыздар бар. Яғни бірінші ұлы Сыйқым өмірге келгенде, анасы Бибі Фатима анамыз осы Сыйқымды қырқынан шығарып емізіп, әкесінің қолына берген екен. Сол кезде баласын қолына алып отқан Дулат бабамыз Сыйқымды қолына алып отырып, түріне қарап, ой, мынау менің баяғы Сыйқым ғой деп күлген екен. Содан Сыйқым атамыздың аты Сыйқым болып кетті деген аңыз бар. Сыйқым баба ұрпақтары негізінен Жамбыл облысының Жуалы, Жамбыл аудандары және Түркістан облысының Түлкібас ауданында көп таралған. Сыйқым ата ұрпақтарының
таралған. Елімізге белгілі азаматтарды айтатын болсақ, халық қаһарманы, ауған соғысының ардагері генерал-лейтенант Бақытжан Ертаев ағамызды ерекше атап өтуге болады. Дулат бабамыздың екінші ұлы Жаныс өмірге келгенде, осы Жанысты өз алдына алып әкесі айтқан екен, Дулат бабамыз. Осы Жанысым маңдай кең, ақ көңіл, жарқын жан болады-ау деген осы аңыз бар екен. Жаныс баба ұрпақтары қазіргі кезде Жамбыл облысында, Байзақ және Жамбыл аудандарында көп қоныстанған. Сонымен қатар Түркістан облысында кең таралған. Ұлы жүздің атақты қара қылды қақ жарған биі Төле би атамыз осы Жаныс ата ұрпағы. Сонымен қатар еліміздің көк байрағының авторы Шәкен Ниязбеков ағамыз осы Жаныс ата ұрпақтарынан таралған. Дулат бабамыздың ең кіші ұлдары, яғни Ботпай мен Шымыр аңыз бойынша егіз болған екен. Яғни Ботпай бірінші өмірге келген, одан кейін Шымыр ең кіші кенжесі өмірге келген екен. Ботпай бабамыз өмірге келген кезде жұдырығы түйіліп туса керек. Сол себепті әкесі Дулат, осы ұлым жау жүрек батыр болады-ау деген екен. Шынында да кейін Ботпай атамыздың ұрпақтары шетінен жау жүрек батыр болған екен. Ботпай ата ұрпақтары қазіргі кезде Жамбыл облысының Мерке ауданында көп таралған. Ботпай баба ұрпақтары атақты Сыпатай батырды атап өтуге болады. Сонымен қатар көрнекті мемлекет, саясат және қоғам қайраткері Асанбай Асқаров ағамыз да Ботпай бабаның ұрпақтарына жатады. Дулат бабамыздың ең кіші ұлы Шымыр өмірге келгенде қолы ашылып туылған екен, яғни алақан жайылып. Осыны көрген әкесі айтқан екен, осы Шымырымның қолы ашық, жомарт, ұрпақтары байқуатты болады екен деп. Шынымен де кейін осы Шымыр атамыздан тараған әулеттің көбі шынымен де байқуатты, жомарт жандар болған екен. Шымыр ата ұрпақтары қазіргі кезде Жамбыл облысының Шу, Жуалы, Жамбыл, Байзақ, Тұрар Рысқұлов аудандарында және Түркістан облысының Түлкібас ауданында кең таралған. Шымыр баба ұрпақтарынан шыққан белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Тұрар Рысқұлов және Ұлы Отан соғысының ардагері, Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы, жазушы Бауыржан Момышұлы атамызды ерекше атап айтуға болады. 16 ғасырда өмір сүрген әйгілі тарихшы, әдебиетші, Моғолстан мен оған іргелес елдердің тарихы жөнінде аса құнды дерек беретін Тарихи Рашиди кітабы мен Жаһаннама дастанының авторы Мұхаммед Хайдар Дулати Жетісу жерін мекендеген Дулат тайпасының ұрпағы. Қазіргі кезде Тараз қаласындағы мемлекеттік университетке осы кісінің аты берілген. Құрметті көрермендер, арнамызға жазылып, лайк басып, қолдау білдіріп, жақсы жылы пікір жазып отырыңыздар. Осы видеоның сілтемесін әлеуметтік желілерде таратып, халық арасына таралуына және арнамыздың насихатталуына өз көмектеріңізді көрсетсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Қазақта көп түкірсе көл болар деген сөз бар.
алдағы уақытта арнамыздың дамуына қаржылай көмек беремін деген жомарт жандар болса, ол кісілерге Алланың нұры жаусын. Қазіргі кезде арнамыз үшін сапалы видео және дыбыс жазу құралдары мен видео түсіру дроны қажет. Арнамызға көмек беремін деген атымтай жомарт жандар үшін реквизиттер пікір жазу сілтемесінде көрсетілген. Елі үшін атқа қонған Бәйдібектей бабадан, нұрын төккен аналықпен Нұриладай анадан, тілеу берді атамыздың елге мәшһүр ұлдары, албан суан дулат болып ұлы жүзге тараған. Дулаттай бабамыздан 4 ұл екен тараған, есейіп ер атанып ел жұртына қараған. Сиқым жаныс Ботпай менен Шымыр ата ұрпағы, елі үшін еңбек етіп кәдесіне жараған. 4 ұлың, 4 рулы ел, 4 қорғаның, қазақ санын көбейткен нулы орманың, ел басына күн туған сын сағатта ұрпағыңның ерліктері елге мәлім. Төле бидей ұрпағың ел басқарған абызым, бауыржаның қол бастаған болар мәңгі аңызым. Ұрпағың бар бұл күнде миллионнан асатын, айта алмасам осы жайлы өтелер ме қарызым. Жатқан жерің жайлы болсын, Дулат баба абызым. Осымен бүгінгі Дулат баба жайлы шағын бейне блогымыз аяқталды. Каналымыздың дамуына үлес қосып, пікір жазып, лайк басып, әлеуметтік желілерде тарата жүріңіздер. Қолдау сізден, видео бізден болсын ағайын. Алла амандықта жолықтырсын.